Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды 5-ші бөлімді ары қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы параграф 5 Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар. Балалар, біздің бүгінгі оқу мақсаттарымыз ол коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта ойын дәлелді жүйелі жеткізу, тұрлаусыз сөйлем мүшелерін сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Ал бағалау критерийлері олар коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді және ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді жүйелі жеткізеді. Тұрлаулы сөйлем мүшелерін сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Балалар, анықтауыш ол зат есімнен немесе заттық ұғымдар жұмсалған басқа да сөз таптарынан болған мүшелерді сындық, сапалық, сандық, иелік жағынан сипаттап, анықтап тұратын тұрлаусыз мүше. Сұраулары олар қандай, қай, қанша, неше, кімнің, ненің. Байланысты түрлері матасу және қабысу. Мысалы, 12 қанатты үйдің керегелерін 4 жігіт қолдасып әрең жайды. Мұндағы 12 қанатты үй дегенде қауса үйдің керегесін дегенде матаса байланысқан. Яғни біз бүгін анықтауышпен таныстық. Ал анықтауыш балалар құрылысына қарай үшке бөлінеді: дара, күрделі, үйірлі. Дара қоқаның қоңыраулы балуаннан шығыпты. Яғни бұл жердегі қоңыраулы деген ол дара. Күрделі: үйге Мәкіштің өзімен құрбылас сұңғақ бойды келіншекке кірді. Сұңғақ бойлы, күрделі. Үйірлі: қызыл балықтан машығына бойы үйренген жуас торы ат үріккен жоқ. Бұл жердегі қызыл балықтың машығына бойы үйренген деген үйірлі. Сонымен қатар анықтауыш сөз түптері болатын, олар сын есім, зат есім, сан есім, есімдіктер есім, шиеліктер тұрған есім сөздер. Сын есім: жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады. Бұл жердегі жақсы сын есім. Зат есім: алтын тақта жатса да ажалы жеткен ер пақыр. Алтын дегеніміз зат есім. Сан есім: мың досты көп демегейсің, бір досты аз демейсің. Бұл жердегі бір мың дегеніміз ол сан есім. Есімдіктер есімше: Оспан мына қимылға тіпті сүйсініп кетті. Жерін ерте ойлап әзірлеген сөздері осы еді. Әзірлеген дегеніміз есімдік, яғни есімше. Іліксеттікте тұрған есім сөздер. Бұл жерде дүниенің заңы биліктің қолында. Бұл жердегі дүниенің сонымен қатар биліктің дегеніміз іліксеттікте тұрған есім сөздер. Балалар, бүгінгі біздің Қазақстан қызыл кітабына енген құстар туралы сұрақ сіздерге. Қызыл кітапқа енген құстардың ерекшелігі қандай? Қызыл кітапқа енген құстардың ерекшелігі олардың жойылып баруында және олардың қызыл кітапта болуы. Ал сабаққа шолу ретіндегі біздің сұрағымыз ол суреттерге назар аударып, осы суреттердің сабаққа қандай байланыс көрсететінін анықтаңыз. Балалар, өз нұсқаулығыңызды жауап үлгісімен тексерсеңіздер болады. Міне балалар, жауап үлгісі осы суреттердің сабақ тақырыбымен байланысы бар. Берілген суреттер қызыл кітап енген құстар бейнеленген. Сонымен қатар балалар, бірінші тапсырма берілген оқылы мәтін оқып, осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: мәтінге қандай мақал сәйкес келеді? Екінші сұрақ: сабақ тақырыбымен мәтін байланысы қандай? Балалар, осы бірінші тапсырманың жауабы ол бірінші сұрақ ол қырандарын қинаған даласында сыйламас, ұландардың қинаған данасында сыйламас. Мәтінге осы мақал сәйкес келеді. Екінші сұрақтың жауабы: сабақ тақырыбымен мәтіннің байланысы бар. Ол байланыс құстар арқылы жүзеге асырылған. Балалар, бұл осы сұрақтарды көшіп жазғаннан кейін енді екінші тапсырмаға көшейік. Оқылы мәтіндегі қою әріппен берілген сөздерді басқа мағыналы сөздермен алмастырып, сол аза жолды көшіріп жазыңдар.
Балалар, сонымен қатар бүгінгі үй тапсырмасы құран құс пен балапанды сипаттап, дара, күрделі, үйірлі анықтауышқа мысал келтіріңдер. Қай сөз табынан жасалғанын анықтаңдар. Балалар, сабақ түсінікті деуген ойдамын. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалсаңыздар, сабақты тағы бір рет қарауға тырысыңыздар. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сонымен қатар назарларыңызға да үлкен рахмет. Қош